Hello everyone, today I'm going to explain you about present simple. Бүгін сіздерге мен жай осы шақ туралы түсіндіретін боламын. Жай осы шақ бізде күнделікті күн режимінде дағдыларды айтқан кезде және де жалпы шындықтарды айтқан кезде қолданылады. Бірінші бізде аффирматив сөйлемнің жай формасы, яғни үшінші жақта he, she, itке етістігіне біз s-ті жалғаймыз. Мысалға she walks home, ол қыз үйіне жаяу барады. Екінші негатив сөйлемнің болымсыз түрі don't немесе doesn't қолданылады етістіктің алдында. Мысалға I don't walk home, мен үйге жаяу бармаймын. Үшінші жақта questions, яғни сұрақ формасында етістік do немесе does етістіктің алдына шығатын болады. Мысалға do you walk, сен жаяу барасың ба? Немесе does she walk, ол жаяу жүреді ме? Келесі adverbs of frequency. Adverbs of frequency дейтіміз жиілік үстеулері, яғни уақыт сөздері. Always әрқашан, usually әдетте, sometimes кейде, rarely дейтін сөз жиі. Мына жерде habits, яғни habits дейтін сөз, жаңа айтқанымдай, дағдылар, daily routines, күн режимін айтқан кезде, және де фактілер, яғни he is a cat, ол мысық дейтінге байланысты. This is a task with present simple. Бұл бізде осы шақ формасымен тапсырмалар.